Құрметті Сәтбаев университетінің студенттері мен қызметкерлері, COVID инфекциясының таралуын алдын алу мақсатында сіз өзіңізді және жақындарыңызды қорғай алатын қарапайым ережелерді сақтау керектігі туралы тағы да бір рет естеріңізге саламыз. Университет ғимаратында жақындаған кезде бетіңізге бетперде киіңіз. Ол ауызды, мұрыныңызды және иекті жауып тұратындай етіп дұрыс кию керек. Егер мұрын аймағында тігілген ұстағышы болса, оны мұрынның үстіне қарай мұқтап бүгу керек. Университеттің кіре берісінде жатқан дезинфекциялық төсегінішке аяғыңызды сүртіп, залалсыздандыру туннелінен өтіңіз. Бақылау пунктінен өткенде сізді дене қызуыңыз өлшенеді. Кіре берісте және әр этажда орнатылған аппараттағы антисептикпен міндетті түрде қолыңызды тазартыңыз. Аудиториялар мен дәліздерде жүргенде арақашықтықты сақтаңыз. Қауіпсіз арақашықтық 1-1,5 метр болуы керек. Бұл ережені лифтте де сақтау керек. Егер де лифттің ішінде 3 адамнан көп болса, онда баспалдақпен көтерілгеніңіз дұрыс болады. Сондай-ақ арақашықтықты сақтау мақсатында COVID-19 жоқ деген арнайы белгілермен көрсетілген жерлерге отыруға болмайды. Егер сіз аудиторияда ұзақ уақыт жүрсеңіз, бетпердеңізді 2-3 сағат сайын ауыстыруды ұмытпаңыз. Пайдаланған бетпердені одан әрі жою үшін дәліздерде орналасқан арнайы контейнерге тастаңыз. Пандемия кезінде құшақтасып, қол алысып, амандасу өте қауіпті екені есіңізде болсын. Ондай әдетті уақытша доғара тұрыңыз. Әжетханаға барған сайын қолыңызды сабындап жуу тұрыңыз. Ең бастысы, егер сіздің тамағыңыз құрғап, жөтел пайда болса, немесе иістің, дәмнің жоғалуы, бас ауруы, дене қызуының 37 градусқа дейін көтерілуі сияқты белгілер пайда болса, сіз дереу дәрігерге баруыңыз керек. Сонымен қатар, сіз 103 немесе 1406 телефонына қоңырау шалып, ауру белгілерін сипаттап, қосымша ақпарат ала аласыз. Баршаңызға мықты денсаулық тілеймін. Өзіңізді және жақындарыңызды денсаулығын сақтап, оларға қамқор болыңыз.